негізі радикализмнің бір себептері деп айтады ғой, осы Досай Кенжетай дінтанушы бар ғой неде, Түркістанда сабақ беретін. Сол айтады, радикализмнің бір себебі жаңағыдай бізге алтын ғасыр, жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманы, сәләф салихтардың заманын өте идеал қылып, ол заманда күнә жасалмағанын көрсетеді дейді. Сосын жаңадан исламға келген адам жан-жағындағы күнәларды көреді жасалып жатқан. Сосын ана өмірді аңсайды. Сол екі ортада когнитивный диссонанс дейді, оны миында қосыла алмайды екі ұғым. Қалай деген сияқты. Сөйтіп ол бір жаңағыдай солардың заманындағыдай бір жерді аңсайды дейді. Сөйтіп сол кезде хабар келеді шетелден. Бұл жақта біз жаңағыдай мемлекет құрдық. Сол сахабалардікіндей деген Сирияға кетіп қалғандардың көпшілігінде сондай проблема болған. Мына жерден қатты қысылады былайша айтқан кезде, күнә жасалып жатқан. Бірақ ана жаққа барған кезде көреді де ол жерде де күнә жасалатындығын. Жаңа бір барған түрмедегі жігіттердің біреу айтады дейді, жаңағыдай барған кезде намаз оқымайды дейді ешқайсысы. Сөйтіп жаңа намаз оқымай десе қайда намаз, жихад деп айтады дейді. Сол сияқты нәрседен барған кезде басталған ғой розу әшкелер бірден сынып деген сияқты. Сол радикализмнің бір себебі негізі. Идеал қылу, қай заманда идеал қылу. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында сахабалар күнә жасады деген сөз, бірақ қоғамда әртүрлі адамдар болады да, мұнафиқтар болады, күнәһарлар болады деген сияқты. Кәпірлер болады.